енді бордюр ауыстыру бүкіл біз енді министрлік атынан біз политика жасаймыз. Политика бойынша біз жаңа айтып өткендей әр материалдың, әр құрылыстың өзінің ұзақтық мерзімі бар. Соның шеңберінде жергілікті атқарушы органдар өз жұмысын жасайды. Жаңа сіз айтып кеткендей бордюр, брусчаткалар бойынша оның да өзінің мерзімі бар. Сол мерзім аясында жергілікті атқарушылар тиісті жұмыстарды атқарады. Және ол жұмыстарды жаңа мен заседаниеде айтып кеткендей бүкіл құрылыстарды олар жергілікті атқарушы органдар қағаз түрде жүргізу үшін электронды түрде енгізіп жатырмыз. Және өзіңіз айтып кеткендей акт обследования, техническое обследование, ол қағаздың ішінде не жазылған, бордюрды ескірген, оның төзімділігі аз, оны арттыру деген мәселелер болса, келесі кезеңде оның сапасына қарай құрылыстар жасалатын болады. Және өзіміз жаңа айтып кеткендей құрылыс компаниялары қандай жұмыстарды атқарылған және ол құрылыстардың нақты орындалған жұмыстарын электронды цифровой арқылы сол жүйеде жасайды.